Құрметті білім алушылар, бүгінгі біздің сабағымыз мына көлік логистикасы пәні бойынша жүргізіледі. Менің аты-жөнім Әнуар Тәжбайұлы, техника ғылымдарының кандидаты, доцент боламыз. Бүгінгі тақырып логистика жағдайындағы көлік деген тақырыпта әңгіме қозғаймыз. Әңгімемізде мына суретке бір шамалы көңіл аударып жіберейік. Яғни мынау жер шарын көлік көтеріп кетіп барады. Бұл не деген сөз? Жер шарының кез келген нүктесінен кез келген жерге көлікпенен қазіргі кезде қандай да болсын материалдарды, яғни қажетті құрылғыларды, заттарды жеткізуге болатындығын көрсетеді. Міне осы мәселе бойынша біз екі құрылымды логистика жағдайында көлік тақырыбы бойынша бірінші логистика, екінші көлік туралы әңгіме қозғаймыз. Мінекей, бірінші логистика туралы. Логистика жоспарлаудың, басқарудың, бақылаудың және заттар қозғалысы өндіріс аппаратының тасқыны мен соңғы тұтынушыға дейінгі алғашқы көзінің уақыттарын қарайтын ғылым. Логистиканың тарихы түрлі тереңде жатқан мен ол қазіргі кезде салыстырмалы қарағанда жас ғылым. Әсіресе ол екінші дүниежүзілік соғыс алдында қарқынды дамып, соғыста стратегиялық мақсаттарды шешуге, өндірістік қорғаныс әрекеттерін, типтік және базаларды көлікпен, қару-жарақпен, жанар-жағармаймен, азық-түлікпен қамтамасыз етуде үлкен рөл атқарады. Әрі қарай логистикалық ұғым әдістері әскери облыстан бірте-бірте азаматтық түсінікке ауысып, әдепкі кезде жаңа ғылыми бағыт ретінде қозғалыстағы заттар тасқынын, одан кейін өндіріс сферасындағы тиімділігін арттыру жолдары ізденіске ене бастады. Логистика бөлімдерін өнеркәсіп кәсіпорындарда, аграрлық өнеркәсіп кешенінде, көліктерді НАТО аппараттарында, ірі халықаралық жарыстарда өткізетін ұйымдық комитеттердің құрамына қосылады. 20-шы ғасыр аяғында логистикалық ғылым пән ретінде кәсіпкерлік және осындай басқаша түрлері өтімді болып, өндіріс процесінің логистикасы болып, көліктік логистика, ақпараттық компьютерлік логистика болып, қамтамасыз етілетін бірнеше сала болып кірді. Әр саласын адамзат кең түрде зерттеп, оқулықтар жазып, логистикалық жаңалықтар енгізіп, сондай қажетті жетістіктер нәтижесіне жету мақсатында уақыт шығындары мен қорларды азайту үшін заттар мен ақпараттық тасқынды басқару үйлесімділігіне қол жеткізуде. Яғни көлік логистикасы бағытында бірнеше ғылым докторлары, кандидаттар, ғылыми жұмыстар жүргізіп, өздерінің жұмыстарының нәтижелерін көрсете білді. Логистика термині түсінігі туралы. Кейбір предметтерге қарағанда жалпы белгілер жиынтығымен ерекшеленіп ойды білдіреді. Егер проблемаларды айнымалы қарасақ, әр түрлі тасқынды қозғалысты басқару сұрағында болатын логистиканы қозғайды. Логистика объектісін әр түрлі нүктелермен анықтап қарауға, маркетинг көзқарасымен, қаржы маманы, менеджердің ғылыми және тағы басқаларының көзқарасымен, логистика ұғымымен әр ауандылығы анықталмалардан болатынын түсіндіреді. Бір аймақтағы логистиканы келесі бөлімімен түсіндіреді. Яғни шаруашылық қызметі бағытындағы логистика заттар тасқынын басқару өндірістік және аймақтық даму сферасында жүргізіледі. Осы бағытта бірнеше әдебиеттер жазылған. Енді біз келесі тақырыпша ретінде көліктің маңызы мен сапасына тоқтаймыз. Көлік бір анықтамасын айта алайық. Бұл материалдық өндіріс саласы адамдарды және жүкті тасымалдайды. Оның бір қалыпты қызметі әртүрлі техникалық құралдар және құрылымдар арқылы жүзеге асырылады. Көліктің екі негізгі аспектілері бар. Бір жағынан ол нарықтық инфраструктура элементі, себебі материалдық өндіріс өнімін тасымалдайды. Екінші жағынан
көлік экономикалық қарым-қатынастар субъектісі. Себебі ол тауар, жүргізушілерді тасымалдау арқылы өз қызметін сатады. Келесі, көлік туралы. Көлік адам қызмет жасайтын барлық салада бірқатар маңызды жұмыстарды орындайды. Бірінші, көлік кез келген өндіріс және материалдық база арасындағы маңызы зор болып табылады. Еңбек бөлінісін мамандандыруды қамтамасыз етеді және кәсіпорын кооперациялайды. Көлік шикізат пен өнімнің кез келген түрін өндіріс орындарынан тұтыну нүктелеріне жеткізу үшін керек. Бұл көліктің экономикалық функциясы. Екінші, саяси функциясын орындауда көліктің Қазақстан аймақтарында біріктіру қабілеті зор. Көлік көмегімен мемлекеттің алыс аудандары арасында байланысты орнатады. Сонымен бірге халық аралық қатынастар жасайды. Үшінші, көліктің әлеуметтік функциясы. Бұл адамдардың еңбек, тұрмыстық жағдайларға байланысты жол тасымалын қамтамасыз ету, еңбек шарттарын және демалуды жақсарту, мәдениеттерді және баспа өнімдерін тасымалдау жұмыстары. Төртінші, мәдени функциясы. Адамдар арасында қарым-қатынасты арттыру, көлік баспа өнімдерін, газет, журнал, кітаптар, өнер шығармаларын тасымалдайды. Бесінші, соңғысы, қорғаныс функциясында қарулы күштерді соғыс экономикалық объектілерін көшіріп, қондыруды көліктік материалдық база болып табылады. Сонымен бірге көліктің өзі де көптеген соғыс құралдар түрінің бір бөлігі болып саналады. Мына суретте біз материалдық тасқынның жіктелуі көрсетілген. Яғни, бірінші материалдар ағыны, жіктелу түрі, ағынның түрі сипатталған. Логистикалық жүйеге қатынас әрі қарай ішкі сыртқы шығатын кіретін болып бөлінді. Номенклатура көп өнімді, бірнеше өнімді болып жіктеледі. Жүктің саны салмақтық, ірі, орташа, майда болып жіктеледі. Салмақтық сипаттамасы ауыр салмақты, үлкен салмақты, жеңіл салмақты, майда көлемді болып сипатталады. Үйлесімділік дәрежесі үйлесімді, үйлесімсіз болып. Жүктің түрі сусымалы болады, металды, ыдыстың түйірлі, сұйық сияқты болып жіктеледі. Қапталу деңгейі ылғал жібермейтін, ауа жібермейтін болып жіктеле бастайды. Уақытылы, үздіксіз болғанда үздіксіз дискретті болып жіктеледі. Келесі, қазіргі кезде көліктің кез келген түрі төмендегідей негізгі талаптарға сай болуы қажет. Қажетті көлемде және сапалы түрде көліктік қызмет көрсету, жұмыстың экономикалық үнемді түрде жұмыс жүруін және көліктік қызметтің өзіндік құнын төмендету, тасымалдау саласын жақсарту мақсатында жүкті жеткізу уақытын азайту, жүкті тасымалдау процесіне әсер ететін уақыт мерзіміне, ауа райы, климаттық жағдайға қарамастан қолданыстағы графикке сай жүктерді уақытылы жіберіп, уақытылы қабылдап алу жиілігін сақтау. Тасымалданған жүктің сақталуына кепілдік беру. Жылжымалы құрам қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көліктік кәсіпорындар мен бөлімшелерде жұмыс істейтін, оған шекаралас тұратын жұмысшылар, басқа да тұрғындар өміріне қауіп төндірмеу. Соңғысы, экологиялық қызмет жүргізу. Қоршаған ортаны көлік қызметі қалдықтармен ластамаудан сақтау сияқты қарастырылған. Әрі қарай көлік бірнеше бөліктерге қарай жіктелінеді. Яғни бірінші, екінші, үшінші деп үш түрде жіктелінген мұнда. Бірінші қызмет көрсету саласына байланысты, екінші арнайы көліктер, үшінші тасымалдау әдісіне байланысты. Бірінші қызмет көрсету саласына байланысты, жалпы пайдаланыстағы көліктің бұндай түрі жүк, жолаушылар, кез келген азамат немесе заңды тұлға сұрау бойынша қол жүгін тасымалдайды. Жалпылама пайдаланылмайтын көлік, ведомстволық немесе ішкі өндірістік көлік, сонымен бірге көліктік мәселелерге жатпайтын көлік құралдарының барлық түрлері. Кәсіпорынның ведомстволық көлікті өндірістік көлік деп атайды. Подъездік жолдар бұл
жеткізетін кәсіпорындарға, мекемелерге қызмет көрсетуге арналған жолдар. Олар Қазақстан темір жолдарының жалпы рельстік торабымен байланысқан. Екінші жаңа айтқан арнайы көліктер. Арнайы көліктер әмбебап көлік, әртүрлі жүк түрін тасымалдауға қабілетті көлік болады. Екінші, арнаулы көлік. Бұл жүктің бір ғана түрін тасымалдауға арналған. Үшінші, тасымалдау әдісіне байланысты. Дискретті кез келген көлік, онда жүктер бірлеп немесе топ-тобымен тасымалданады. Тасымалдау өзі қалаған бағытта жүріп бара жатқан көлік көмегімен орындалады. Автокөлік, поезд, кеме, ұшақтағы басқалар. Үздіксіз көлік, майысқан, ленталар, эскаваторлар, құбырлар көмегімен жүк тасымалдайды. Көлік бұл өте күрделі инфраструктура, ол көптеген әртүрлі элементтерден тұрады. Қазіргі уақытта көліктің барлық түрлері өзара байланысқан бір жүйені құрайды. Көліктік жүйе әртүрлі көлік түрлерінің жиынтығы, территория жағынан шектелген тасымалдау жұмыстарын атқаруда бір-біріне тәуелді және тығыз байланысты болады. Әрі қарай мына суретке көңіл аударыңыздар. Бірнеше көлік түрін қолдана отырып қалыптасқан тасымалдауды ұйымдастыру құрылымы көрсетілген. Яғни бірнеше көлік арқылы деген сөз, яғни өздеріңіз білесіздер, көліктің 5 түрі бар. Яғни автомобиль көлігі, темір жол көлігі, әуе көлігі, су көлігі, құбыр көлігі деп бөлінеді. Міне соның бір екеуін, яғни екі түрін қолданса, осындай тәртіппен жұмыс жүргізіледі. Мысалы, жүк жіберетін жер, жүк жеткізушінің бірінші жүк жеткізуші, көліктің бірінші түрі, көліктің екінші түрі, жүк жеткізетін екінші экспедитор, жүк қабылдаушы жер. Мінекей осындай ағынмен жұмыс жүргізіледі. Соны мына неден көрулеріңізге болады. Көліктік жүйе халық шаруашылығының бір саласы ретінде 4 негізгі топқа бөлінеді. Бірінші, көлік жол торабы елдегі немесе бөлек аудандардағы қонысталған пункттерді байланыстыратын барлық жолдар, жалпы немесе бірегей қолданыста. Екінші, жылжымалы көлік құралдары меншік түріне қарамастан байланысты емес. Үшінші, тасымалдауды жүзеге асыратын және қосымша құнды жасайтын еңбек ресурстары. Төртінші, көліктің барлық түрлерін басқарушы жүйе Қазақстанда жақсы дамыған уақытты көліктік жүйесі бар. Темір жол, автомобиль, теңіз, өзен, әуе және құбыр көлігінің жүйелері. Көлік жүйесінің негізгі қорларының пайдалану әсерінен қатты тозғандығына қарамастан Қазақстан қазіргі инфраструктуралы байланыс жолдарын құру үшін Қазақстан потенциалы жеткілікті және тасымалдау технологияларының дамуы көптеген өндірістік салаларда және әлеуметтік сферада жоғары қолдануға ие болуда. Әрі қарай көліктік қызметтің негізгі ерекшеліктері. Көлік қызметінің негізгі түрі бұл жүк тасу. Бірақ ол көптеген қосымша комплексті қызметтер арқылы орындалады. Көліктің негізгі қызметтері жүк, пошта тасу, тиеу түсіру операциялары, көлік құралдарын жүк тасуға дайындау, жүктерді сақтау, аренда проект шарттарына байланысты тасымалдау құралдарын беру, кәсіпорындарға, мекемелерге, елді мекендерге қызмет көрсетуге байланысты жүктерді, қол жүктерін тасымалдауда көліктік экспедициялық және қосымша операциялар орындалады. Жаңа жөндеуден шыққан тасымалдау құралын әкелу, материалдық қызметтің барлық түрлерін, материалдық емес қызметтерді орындағаннан кейін ғана іске асырады. Материалдық қызмет емес физикалық бөлінумен бірге жүреді. Көліктің бірнеше түрін қолдана отырып логистикалық тасымалды ұйымдастыруды көрсетілген. Интермодульді тасымалдау бір жүйеге келтірген операторларына бір-біріне қатынас. Интермодульді деп отқанымыз, яғни бір көліктің түрі емес, бірнеше көліктің түрімен жүзеге асырылатын жұмыстарды айтады. Бірінші, жүк жіберетін жер, жүк жеткізуші, көліктің бірнеше түрі, көліктің екінші түрі, жүк жеткізуші, жүк қабылдайтын жер.
Әрі қарай көлік қызметті ұйымдастыруда негізгі екі бағыт белгіленген. Бірінші, ұсынылған қызметтер ассортименттің жүк иелерінің тауарын тасымалдауға қойылған нақты арнаулы шарттарға бейімделеді. Екінші, тұтыну белсенділігін арттыру, яғни көлік қызметінің сұранысын дамыту. Әрі қарай былай, автокөлік секторының одан әрі дамуы объективті экономикалық жағдайлармен анықталады, және ол экономикалық факторлардың ықпалына түседі. Осы факторлардың ішінен ең маңыздылары сұраныс пен ұсыныс механизмдерін қалыптастыру болып табылады. Автокөлік секторының қызмет көрсетулері де өзге тауарлармен және қызмет көрсетулермен қатар тиісті нарықтық сұранысты пайдаланады және белгілі бір ұсыныспен көрінеді. Сұраныс пен ұсыныс ахуалының тепе-теңдігі нарықтың орнықтылығы туралы айғақтайды. Сұраныс пен ұсынысты сипаттайтын ең көп тараған көрсеткіштер P-Q диаграммалары болып табылады. Ол сұранысды және ұсыныс S қызмет көрсету бағасының P тиісті қызметі түріндегі шамаға және көрсетілген тұтынылған қызмет көрсетулер көлеміне тәуелділігін көрсетеді. Бұл суретте көрсетілген. Мына келесі суретте осы диаграмма бейнеленген. Яғни сұраныс D1, D2 қалай өзгереді? Қызмет көрсету көлемі, қызмет көрсетудің бағасы арасындағы байланыс. Сұраныс пен ұсыныс қатынасын сипаттайтын диаграмма. Яғни осы көріністегінені біз былай деп айтуымызға болады. Сұраныс, яғни D1 немесе D2 тәуелділігінің кері сипаты сатып алушылар мен клиенттердің тауарларды және қызмет көрсетулерді анағұрлым төмен бағаларды сатып алуға табиғи ұмтылуларын көрсетеді. Ұсыныс S тәуелділігінің тікелей түрі жеткізушілер мен сатушылардың тауарларды және қызмет көрсетулерді ең жоғары бағалар мен сату үшін уәжін сипаттайды. D және S ауытқумаларының қиылысуы L тауардың немесе қызмет көрсетудің біркелкі орташа бағасын, сондай-ақ төлемге қабілетті сұраныспен қамтамасыз етілетін сатыланған көлемін анықтайтын нүктелер болып табылады. Жоғарыдағы суретте осылай деп сипаттауымызға болады. Әрі қарай әлеуметтік өндіріс құралдарында көліктің орны мына үлгіде көрсетілген. Әлеуметтік өндіріс өзі материалды өндіріс, материалды емес өндіріс болып бөлінеді. Материалды өндіріс өз кезегінде өндірістік материалдық ынталандыру, өндірістік материалдық қызмет көрсету болып екіге бөлінеді. Өндірістік материалдық қызмет көрсету көлік болып әрі қарай шектеледі. Келесі мына суретте логистикалық жүйенің микрологикалық принциптерінің схемасы көрсетілген, яғни заттардың тасқыны көрсетілген. Бірінші, сатып алу, өндірісті басқару, заттардың өтімі. Осы уақытта осындай сипаттамалар жүргізіледі. Осыменен біздің әңгімеміз аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.